Сәлеметсіңдер ме балалар? Сауатташу сабағын бастаймыз. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы шынықсаң шымыр боласың, заттың сынын білдіретін сөздер. Оқулықпен жұмыс. Бірінші жаттығу мәтінді түсініп оқы. Футбол. Балалар футбол ойнауға жиналды. Асқар қақпашы болды. Оның иті Ақтөс қақпа жанында тойып отыр. Футбол ойыны қыза бастады. Бір кезде доп Асқарға қарай оқтай ұшты. Допты ұстай алмаған қақпашы жығылып жатты. Жанкүйерлердің шулаған дауысы Асқарды қатты абыржытыпты. Асқар орнынан тұрып, артына қарады. Ақтөс допты алдыңғы екі аяғымен ұстап, қақпаға жібермей отыр екен. Қуанған Асқар да елмен қосыла айқайлайды. Оқушылар, мына мәтін не туралы? Мәтін мазмұны бойынша сұрақтар ойластырамыз. Содан кейін Асқардың көңіл күйін ишарамен көрсетіп көріңдер. Содан кейін дәптермен жұмысымызды жүргіземіз. Екінші жаттығу сөйлемдерді есту бойынша жазамыз. Мысалы, балалар жасыл алаңға шықты. Асқар қақпашы болды. Бүгін ойын қызықты өтті. Қатесіз жазамыз. Оқулықтарымызда үшінші жаттығу доптың сипатын білдіретін сөздерді табасыңдар. Мысалы, доп қандай деген сұраққа жауап беретін сөзді тауып жазасыңдар. Сабақтың соңын білім гүлі әдіс арқылы кері байланыс жүргіземіз. Көк гүлмен өте жақсы түсіндім, мен үшін қызықты болды деген түсті жібересіңдер. Сары түсті гүлге мен сабақты жақсы түсіндім, ал қызыл түсті тақырып бойынша әлі де ізденуім керек. Үй тапсырмасын орындаймыз. Сау болыңдар.